Қайырлы күн оқушылар. Мен Тараз қаласы номері 34-ші орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Бейсенова Салтанат Ажымухановна. Бүгін қазақ тілі пәнінен дені саудың жаны сау бөліміндегі түбір мен қосымша тақырыбын өтеміз. Сабағымыздың мақсаты тақырыбы бойынша мәтін мазмұнын болжау, түбір мен қосымшаны ажырату. Оқушылар 3 топқа бөлінеміз. Бірінші топ шаңғышылар, екінші топ хоккейшілер, үшінші топ конькишілер. Өтілген тақырыпты бекіту мақсатында ой қозғау әдісі. Сөз және оның мағынасы. Антоним дегеніміз не? Синоним дегеніміз не? Амоним дегеніміз не? Жаңа сабаққа кіріспе, аңыз әңгіме. Ертеде біз білмейтін сиқырлы өлкеде бір қария өмір сүріпті. Ол қарияның бағында алтын ағаш өсіпті. Қария сол ағашта өскен алманы базарға апарып сатып күнін көреді екен. Оның көршісі қарияны қызғанып, түнде келіп ағашты кесіп кетеді де, оны өз үйінің бағына отырғызады. Ағаш өспей қалады. Неге? Я балалар, себебі ағаштың түбірі қарияның бағында қалып қойды. Мінекей балалар, біздің сөзімізде түбір болмаса, еш мағынасы болмайды. Сөздің одан әрі бөлінбейтін бөлігін түбір сөз дейміз. Сөздің түбірге жалғанған бөлігін қосымша дейміз. Қария ертесіне есіктің алдында тұрған ағашының жоқ екенін байқайды. Қария ағаштың түбіне су құйып күте бастайды. Сонда ағашқа қосымша бұтақтар өсіп, қайтадан жеміс береді. Кім шапшаң әдісі? Берілген сөздердің түбір қосымшасын ажыратады. Шаңғышы, түбірі шаңғы, шы қосымша. Апталық, апта, түбірі лық қосымша. Күні, күн, түбірі қосымша. Палуандар, палуан, түбірі дар қосымша. Түбір дегеніміз не? Сөздің одан әрі бөлінбейтін мағыналы бөлігін түбір немесе түбір сөз дейді. Өз алдына мағынасы бар, сөздің бастапқы өзгермейтін бөлігі. Мысалы, кітап, жаз, көр, бұл негізгі түбірлер. Кітапхана, жазушы, түбірден шыққан жаңа сөздер. Қосымша дегеніміз не? Сөздің түбірге жалғанған бөлігін қосымша дейді. Қосымшаның түрлері: жұрнақ және жалғау. Жұрнақ жаңа сөз жасайды. Кітап, кітапшы, жаз, жазушы. Жалғау сөздерді байланыстырады. Мектепке, балалар. Мектепке бардым, балалар ойнап жүр. Белгілері: түбір, жұрнақ, жалғау. Топтық жұмыс. Шаңғы жарысында мәтіні. Бірінші топ оқу орталығы мәтінді бөлікке бөліп оқиды. Екінші топ хабарлау орталығы мәтіннің мазмұнын айтады. Үшінші топ жазу орталығы қарамен берілген сөздердің түбірі мен қосымшасын табады. Шаңғы жарысы мәтіні. Мәтін 3 бөліктен тұрады. Қарамен жазылған сөздердің түбір қосымшасын ажыратады. Жарыс, жарысқа. Түбірі жарыс, қа, қосымша. Тәуке, тәукені, тәукенің. Түбірі тәуке, нің, қосымша. Мәтін мазмұнын болжайды. Көршіңді тексер әдісі. Өлеңді қатесіз көшіреді, қарамен жазылған сөздердің түбір қосымшасын ажыратады. Маңдай түбірі, дан, қосымша. Шаңғым, шаңғы түбірі, қосымша. Қыраттан, қырат түбірі, тан, қосымша. Сөздерді түбір сөзге және қосымшаға ажыратып жазады. Күйші, балықшы, мақтаны, таулы,
әнді, кешкі сиырдың. Қорытындылай келе, түбір сөздің негізгі бөлігі. Қосымша сөзге қосылып, жаңа мағына немесе грамматикалық рөл береді. Жұрнақ жаңа сөз жасайды. Жалғау сөздерді байланыстырады. Үйге тапсырма, ережелерді қайталау, 31-ші жаттығу. Сабағымыздың соңында көңіл-күй рефлексиясымен аяқтаймыз. Назарларыңызға рахмет.